Терімізге, біздің видеоларымызға лайк басып, оларға комментарий жазып, каналымызға жазылғандарыңыз үшін өз алғысымызды білдіреміз. Әлемдегі түрлі жағдайларға байланысты тоқтаусыз геосаяси ойындар болып тұрады. Ақылды, көреген, жетекшілікке бейім басшылар мұндай ойындардан максимал деңгейде пайдамен шығады. Бүгін біз міне осындай лидерлердің бірі туралы айтпақпыз. Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған әрқандай қиын жағдайдан өзі үшін пайда шығара алады. Қазіргідей уақытта абыройлы жетекші Мәскеу болсын, Киевпен болсын өз байланыстарын жақсы деңгейде сақтап қалуда. Ресей бастаған қақтығыстар себебінен ол әлемде өз абыройын тағы да бір деңгейге көтеріп алуды ойлауда. Ол бір қолымен Ресейге салынып жатқан санкцияларды талқылауға салып, Мәскеумен арадағы қатынастарды ұстап тұрса, ал екінші қолымен Украинаға пилотсыз ұшатын аппараттар жеткізіп, астық келісуінде Путиннен басым түсуде. Ердоғанның әсер ету радиусы кеңеюде. Алайда ол қашанға дейін екі орындықта отыра алады. Түркияның өз саяси қайшылықтары оның қолдарын қысқартып қоймайды ма? BBC осы сұрақтар бойынша мақала жазды. 2018 жылдың мамыр айы. Владимир Зеленский президенттікке өз кандидаттығын ұсынуға 6 ай уақыт қалған еді. Ал бұл уақытта Зеленский сахнада Түркия туралы әзілдерін айтып жүретін. Зеленский Осман империясы дәуірінде сәнге айналған, Ататүрік дәуірінде тыйым салынған түрікше қызыл тақиямен сахнаға шықты. Зеленский сахнадағы өз сөзінде Түркия үкіметі өзгермей жатқанын тұспалдап, Ердоғанды мұртты жорғалаушы деп атады. Внимание! Эрдоган усатый таракан. Алайда 4 жыл ішінде жағдайлар түбегейлі өзгерді. Түркия жалауы ілінген қара түсті Мерседес Львовтағы Зеленский алдына келіп тоқтады. Владимир Зеленский әдеттегідей соғыс жағдайындағы күлгін түсті киім үлгісі және кроссовкасы мен костюм және галстугі Ердоғанды күтіп алды. Бір кездері Ердоғанды таракан деп атаған Зеленский енді оның қолын қысып тұрып, жылы сөздерін жаудырды. Бұл 4 жыл Украинаны да, Түркияны да өзгертті. Күлкілі сахна көріністері ұмытылды. Түркия 2014 жылда Қырым аннексияланып, Ресей қол астына өткеннен кейін Украинаға пилотсыз ұшу құрылғыларын сатуға разы болған өте аз мемлекеттердің бірі болды. Түркия жетекшісі өз мемлекетін аймақтағы ең әсерлі саяси ойыншыға айналдыру мақсатын өз ойынан бір сәтке де шығармаған. Сонымен қатар Ердоған әрқашан Қырымның Украинаға тиесілі екенін айтып келді. Кейде Украина мен Ресейге Түркияда дөңгелек үстел ұсынып, Украинаны тек өз сөздерімен ғана қолдауды жалғастырды. Алайда дәл Ердоғанның үндеулерінің арқасында Қырым мәселесі әлем жетекшілері жиналыстарындағы басты тақырыпқа айналды. Ресей Украинаға өте кең көлемді әскери операция бастаған соң, ол өз мүмкіндіктерін көре алды және бір шетте қарап тұрмады. Түркия Украинаға Байрактар пилотсыз ұшу аппараттарын жеткізуді кеңейтті. Пилотсыз ұшу аппараттарын жасайтын Байкар компаниясы болса, соғыс жалғасып жатқанына қарамай Киевте завод сала бастады. Зеленский бір кездері Түркияға пародия салған болса, қазіргі күнде Түркияда жасалған сауытты киіп жүр. Бір кездері Түркия дегенде адамдардың ойына Анталиядағы курорттар мен Стамбул келетін болса, ал енді адамдар Түркия сөзін естігенде көз алдарына Ердоғанды елестететін болды. Қазіргі күнде Ердоғанның екі жақты саясатына Украинада, Ресейде шағым білдірген жоқ. Владимир Зеленскийдің ақпарат қызметі болса, ресми хабарламаларда Ердоғанды одақтас және серіктес деп атап келе жатыр. Бірақ Түркия президентінің позициялары өз қалағанындай берік емес. Соғыс басталғалы бері ресми Анкара қақтығыстарды тоқтату үшін түрлі жолдарды ұсынып келе жатыр. Түркия, Ресей және Украина ортасында келіссөздер ұйымдастырды. Тұтқынға түскендерді ауыстыруда қатынасты. Украина астығын экспорттауда келіссөздер жүргізуінде көмектесті. Алайда соғыс қаншалық ұзаққа жалғасса, Украина және батыс мемлекеттерінің де Түркияға сұрақтары көбейе береді. Ердоған және Путин байланыстары соңғы жылдары оңайға түсіп жатқан жоқ. 2015 жылға дейін бұл қатынастар жақсы деуге болатын еді. Алайда Сириядағы соғыста Ресей армиясы Башар Асадты, Түркия болса оппозиционерлерді қолдай бастаған соң президенттер қарсыластарға айналды.
2015 жылдың қараша айы екі жақ үшін де ең шиеленісті уақыт болды. Сол кезде Сирия мен Түркия шекарасы маңында Түркия қарулы күштері Ресейдің бомбалаушы истребительдік ұшағын атып түсірді. Мәскеу бұл жағдайға байланысты Түркиядан кешірім сұрауды талап етті. Анкара болса, оқ атуға құқылы болғанын алға тартты. Жария түрде кешірімге ие бола алмаған Владимир Путин Түркияға Ресей азаматтарының баруына тыйым салып, Ердоғанды түрлі айыптаулармен айыптай бастады. Арадан 7 ай уақыт өткенде Ердоған берілмеген халде берілді. Ол Путинге хат жолдап, қаза тапқан ұшқыштың отбасына көңіл айтып, оның өлімі үшін кешірім сұрады. Бірақ оқиғаға сай тәрізде. Алайда Ердоғанның жоспары жүзеге асты және екі мемлекет арасындағы қатынастар қайта жандана бастады. Бірақ біраз уақыттан кейін 2019 жылда Түркия мен Ресей Сириядағы соғыста екі жақта тұрып қалды. Бір жыл өткен соң қақтығысуға да сәл қалды. Ердоған Сирия үкімет әскеріне қарсы әскери операциямен қауіп төндіре бастады. Ал Ресей болса, Сирия президенті Башар Асадқа көмек уәде етті. Қарама-қарсылықтар суреті тіпті Ливияда да байқалды. Ливияда Ердоған және Путин азаматтық соғыста қарама-қарсы бағытта тұрды. Осы жағдайларға қарамай, олар келіссөздер жүргізе алды. Барлық шиеленістер, тіпті батыс мемлекеттерінің наразылықтары Түркияның Ресеймен одақтасып, Ресейден Си-400 әскери ракета тізімін сатып алуға, Қара теңіз арқылы өтетін түрік ағымы газ құбырын ашуға, Росатомның Түркияның Қара теңіз жағалауында атом электр станцияларын салуға кедергі келтіре алмады. Қазіргі уақытта Ресей Түркияға қажеттігінен гөрі Түркия Ресейге қажет, деп айтып өтті сарапшы Димитар Бечев. Өйткені қазіргі уақытта Түркия газ саласында Ресейдің басты серіктесі болып тұр. Демек, Ресей өзіне өте маңызды болған нарықты қолдан шығаруды қаламайды. Қазіргі уақытта Ердоған Украинадағы соғыстан өзі үшін пайда шығарып отыр. Алайда соғыс қаншалық ұзаққа созылса, бұл жағдай түріктерге де өз ауыр салдарын көрсетеді, деп есептейді Бечев. Украинадағы бейбітшілік қана Ердоғанның үлкен жеңісі болуы мүмкін. Бірақ соғыс жалғасуда. Қазіргі уақытта Ердоғанның негізгі жетістігі астық келісуіндегі қатысуы. Шілде айында Ресей теңіз күштері Украинаның Қара теңіз флотын блоктаған болатын. Осының салдарынан миллиондаған тонна астық тұрып қалған еді. Кедей мемлекеттер азық-түлік таршылығын сезінуі мүмкіндігі көбейді. Әлем нарығында бағалар көтеріле бастады. Дәл осы кезде Путинмен бір рет сөйлескен Ердоған Ресейді Қара теңіздегі блоктарын алуға көндірді. Бірақ Түркия президенті Мәскеуді көндіру үшін не айтқанын жарияламады.